Достар, бүгін біз палау жасаймыз. Бұған бізге қызыл морковь и бір пияз. 3 адамға арналған тамақ. Достар, осындай қылып морковьтарымызды турап аламыз. Сосын бір морковьтың бір пайдасын айта кетейін. Бұл иммунитет көтереді. Яғни бұл морковьті бір алма қосып, екеуін соқ қылып ішкізетін болсаңдар балдарға, бауырды бір қалыпты жұмыс жасауына, бүйректері тас жиналмауына, көздің жақсы көруіне, иммунитет көтеруіне өте пайдасы зор. Осын соқ қылып ішкен жақсы, құр өзінің осылай. Сосын көздің бір қалыпты жақсы көруіне көмектеседі. Сосын бетке маскілер жасауға болады, жасаруға көмектеседі, короче. Достарым, осетіп, мен қазір 800 грамм күріш пісірейін деп жатырмын. Соған осындай немен бір шөміш құямыз. Тағы майлы болған жақсы, қатты майлы да болмаған жақсы. Мен сол сәл майсыздау қылып пісірем. Әркім өзінің қалауынша майды құя берсін. Сосын мен бәрін бір араластырып пісіріп жіберем. Мына етім, жуан морковьім бәрін бір қосып пісірем. Бәрібір де сол өзі піседі ол. Бір қалыпты өсетіп дайындаймын бізді. Сосын бір қасық тұзымды саламын. Бұл сомен жауып тастаймын. Өзі парға піседі мынау. Бұлғаудың қажет жоқ. Достар, енді осы қазанның осында суы шығады. Өзінің суы шыққан кезде мен бір аударам. Мен негізі томат қосамын үсті палауға. Өтке дәмі жақсылау болады. Сосын қайтадан бөктіп қоямыз, крышкасын жауып. Өзі пісе береді бұл деген. Морковь әбден пісіңкірегеннен кейін су құйса болады. Енді мен томат салғаннан кейін, одан кейін томат салып болған кезде, одан кейін қуырмайсың. Тек сразу су құясың. Су құйған кезде ет батып тұру керек. Өткені ет піспей қалуы мүмкін. Мен қазір ет үлкендеу екен, тура жіберем қазір. Сосын жарты сағатта дайын болады. Осы күрішті салып болғаннан кейін осындай бетпе-бет болып тұру керек. Сосын аузын жақсылап жауып тастаймыз, тек бір рет қана аударамыз. Осындай кезде жаңағы біреулер чеснок салып жатады, дәл осы кезде ортасынан бетіп, ортасынан салып жіберуге болады. Мен чеснок салмаймын, сондықтан чеснок сөйтіп салуға болады.